Адам миының ең таңғажайып аспектілерінің бірі бұл үлгіні тану және оларды сипаттау қабілеті. Біз түсінуге тырысқан күрделі үлгілердің бірі сұйықтық динамикадағы турбулентті ағынның сипаты. Неміс физигі Вернер Гейзенберг: мен Құдаймен кездескен кезде мен оған екі сұрақ қоямын: неге салыстырмалық және неге турбуленттілік? Мен оның біріншісіне жауап беретініне шынымен сенемін деген. Турбуленттілікті математикалық жолмен түсіну қаншалықты қиын болса да, біз оның көрінісін бейнелеу үшін өнерді қолдана аламыз. 1889 жылы маусымда Винсент Ван Гог құлағын психотикалық күйде жаралағанын мойындап, Сен-Пол-де-Маузо психологиялық сауықтыру орталығында емделіп жатқан бір күні, бөлмесінің терезесінен дәл күн шығар алдындағы көріністі қағазға көшіріп алды. Жұлдызды түнде. Оның дөңгелек кескіндері бұлттар мен жұлдыздарға толы түнгі аспанды бейнелейді. Ван Гог және басқа да импрессионистер жарықты бұрынғыдан өзгеше жолмен бейнеледі. Мысалы, күн шуағын су бетіндегі шағылысы ретінде, немесе жұлдызды аспанды көгілдір түргі аспанда жыпылықтай жылтыраған нұрлар ретінде. Жарықтың әсері кенептегі түстер арасында жарық элементінің қарқындылығынан пайда болды. Біздің визуалды кортекстің неғұрлым қарабайыр бөлігі жарық контрастың және қозғалысты көріп, түсті көрмейді, және бірдей жарықтағы аймақтардың түстерін біріктіреді. Бірақ біздің миымыздың негізгі бөлімі контрасты түстерді араластырмай көреді. Осы екі интерпретация бір мезгілде болса, көптеген импрессионистік шығармалардағы жарық серпіліп, жыпылықтап, жайбарақат көрінеді. Сондықтан да осы және басқа импрессионистердің жұмыстары жарықтың қозғалысын барынша нақты суреттеу үшін тез дайындалатын көрнекті щеткалармен орындалады. 60 жылдан кейін орыс математигі Андрей Колмогоров ұзындығы арға сәйкес келетін турбулентті сұйықтағы энергия ардың 3-5 дәрежесіне пропорционал екенін ұсына отырып, біздің турбуленттілік туралы математикалық түсінігімізді одан әрі кеңейте түсті. Тәжірибелер Колмогоровтың ұсынысы турбуленттік ағымның сипатына өте жақын екенін дәлелдегенімен, турбуленттіліктің толық сипаттамасы физиканың шешілмеген мәселелерінің бірі болып қалуда. Егер энергетикалық каскад болса, турбулентті ағын сипаты әр түрлі масштабта бірдей. Өзгеше айтқанда, үлкенірек құйындар энергияларын кішірек құйындарға үздіксіз беріп отырады. Бұған мысал ретінде Юпитердің үлкен қызылдақтары, бұлт түзілімдері және жұлдыз аралық шан бөлшектерін айтуға болады. 2004 жылы Хаббл ғарыш телескобын пайдалана отырып, ғалымдар жұлдыздың айналасындағы шам мен газдан бұлт пайда болғанына куә болды, және бұл олардың естеріне Ван Гогтың жұлдызды түнін түсірді. Бұл Мексика, Испания және Англия ғалымдарын Ван Гогтың суреттеріндегі жарықты суреттеу техникасын егжей-тегжейлі зерттеуге түрткі болды. Олар Ван Гогтың көптеген картиналарында Колмогоров теңдеуіне жақын турбулентті сұйықтық құрылымдарының айқын көріністері жасалғанын анықтады. Зерттеушілер әр суретті цифрлап, кез келген екі пиксель арасындағы жарық қалай өзгеретінін өлшеді. Пиксельдерді бөлу үшін өлшенген сызықтар арқылы олар Ван Гогтың психотикалық ем кезіндегі суреттері сұйықтықтың турбуленттілік сипатына өте ұқсас деген тұжырымға келді. Ван Гог өмірінің тыныш кезеңінде түтікшемен салған автопортретінде бұндай сәйкестік байқалмады. Дәл солай бір қарағанда турбулентті болып көрінетін өзге суретшілердің, мысалы Мунктың айқай, яғни The Scream сияқты жұмыстарда да турбуленттік үлгісімен ұқсастықтар табылмады. Ван Гогтың турбулентті данышпандығы оған турбуленттілікті бейнелеуге мүмкіндік берді деп айта салу өте оңай. Қарқынды күйзеліс кезеңінде Ван Гог табиғат адамзатқа таныстырған ең күрделі түсініктердің бірін қабылдап, осы құбылыстың әсемділігін дәл сипаттай білді. Сонымен қатар, қозғалыстың терең құпияларын, ағымдылықты және жарықты өзінің бірегей көзқарасы арқылы біріктіре алды.